Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін шұбалшандарға азық береміз. Және ол азықты қашан береміз, және қандай азық береміз деген сұрақтарға жауап алатын боламыз осы видеода. Мен осы жерге шамамен бір 3 квадраттай бір 2 ай алдын шұбалшандарды саған едім. Енді мынау көңді бетпе-бет жасағам. Көңді бетпе-бет жасап, жаңа күнделікті суғарып жүрдім. Бұл жерді мен видеоға бірінші мәрте түсіріп жатырмын. Жаңағы көп жағдайда ар жақтағы борттарды түсіретін едім. Талдың көлеңкісінде әдемі болып жаңағыдай тұрған жайлары бар. Енді осыған азық беруге уақыт келді. Бұл шұбалжандарға қарап отырсақ, мынау борт пәсиіп қалған. Және шұбалшандардың осылай несін ашып қарайтын болсақ, көп жағдайда уже 80-70% биогумусқа айналып кеткен. Уже азық жоқ бұларға, шұбалшандарға. Енді біз бұларға азық беру керекпіз. Тығыздығы өте тамаша. Жақсы көбейіп жатыр. Енді азықты қалай береміз және қандай азық береміз дегендей. Үйден шыққан помидор, картошка, арбуздың қабықтары жаңағыдай барлығын бере береміз. Қараңыздар, арбуздың қабығы ішіндегісін барлығын жеп қойған. Құр салафаны қалған. Сырты. Мінекей. Осындай азық беруге болады. Бірақ бізге биогумус керек. Ол азықтан биогумус өте көп шыға қоймайды. Қанша берсеңіз де. Бізге мына көң беру керек. Бұлардың негізгі азығы көң болады. Өткенде мен бір зил көң түсірген едім үйге. Соны құрғатып дайындап қойғам. Енді бұл құрғақ. Бұны ешқандай мен жумаймын. Жаңағыдай қиындық тудырмай, дәл осылай. Дәл осылай аламда, жаңағы бір шетінен бастап, жаңағы борттың бір шетінен бастап, 5 сантиметр шамасы етіп, осы барлығын салып шығам. Салып шыққан сон, жақсылап суғарып, бір 2-3 мәрте суғарып, сомен менің жұмысым бітеді. Көрдіңіздер ма? Мынау көңді жуудың қажеті жоқ. Біз оны алғашқы видеоларда қарайтын болсаңыз, бұны тексердік жаңағыдай. Шұбалшандар салып көрдік. Шұбалшандар өздерін жақсы сезініп, жаңағыдай өзін көрсетті. Енді біз тек қана жаңағы азық салам. Енді осы бортқа мен 10 күн сайын жаңағы осындай көңді салып тұратын боламын. Бұл шұбалшандардың азығы. Осы жерде олар биогумус өндіреді маған, құдай қаласа. Видео қызықты болды деп ойлаймын. Жаңағыдай. Ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, каналға демеушілік білдіріп, подписка жасаңыздар. Құлпынайлардың несі жағдайы. Өткенде білетін болсаңыздар, құлпынай еккен едім. Бір 3 күн алдым ба. Мен көрдіңіз бе, жапырақтары әдемі болып тұр. Төбеде дұрыс егілмеген ау деймін. Төбедегісі сәл солып қалды. Қалған жерде жапырақтары жақсы, осылай свежий, әдемі болып тұр. Енді бұның гүлдеп жаңағыдай құлпынай беру сәтін күтеміз. Суғару өте оңай. Жарты литрдей төбесінен қоям. Жарты литрдей мынау тұрбаның ішіне құятын су құйып жүрмін. Мен ойлаймын, бұған даже сұйық биогумус дайындап, жаңағыдай осы жерге құйса да болады деп ойлап жатырмын. Енді оны келесі видеоларда көретін боламыз. Ендеше сау саламат болыңыздар. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Подписка жасап
қойыңыздар. Біздің арнада тек қана қызықты видеолар көретін боласыздар.